Информатика пән мұғалімі Асқанбай Шынар Бағдатқызы. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабаққа тек қана сәттілік тілеймін. Ең алдымен сіздер мына бос түргөздерден сөйлем құрап шығуларыңыз керек. Жарайсыздар, жақсы дизайн принциптері тақырыбы шықты. Бүгінгі сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаттары жобаны іске асыру және түсіндіру. Дизайн сөзі ағылшын тілінен аударғанда decision жобалау салу деген мағынаны білдіреді. Көрнекі дизайн ұсынылатын өнімнің формальды сапасын анықтайды. Көрнекі дизайн екіге бөлінеді: графикалық және инфографикалық. Графикалық дизайн бұл суретпен сипаттау, типографикалық нақты дизайн. Инфографика көрнекі суреттің көмегімен мәтіндік ақпараттың кең ауқымын білдіреді. Жақсы дизайн принциптері: ыңғайлылық, көркемдік, қарапайымдылық. Ыңғайлылық принциптері: қатесіздік, көлем, көрнекілік. Қарапайымдылық принципі: таңдау, сапа, үзінді, икемділік. Көркемдік принциптері: тартымдылық, жаңару. Сіздермен жаңадан дамыған Home Decision дизайнерлік бағдарламасын таныстырып өтейін. Бағдарлама Home Decision 3D бағдарламасы нақты визуализацияның қажет ететін бағдарлама. Осы бағдарламаны түсіну үшін видеороликті тамашалаңыздар. Жұмыс жасап үйренейік. Үйдің пәтерін жақсы дизайн принциптерін ескере отырып жасап шығыңыздар. Практикалық жұмыс орындағаннан кейін quizlet.com бағдарламасында тест жұмысын орындайсыздар. Тест жұмысы 5 сұрақтан құралады. Үйге тапсырма ретінде тақырыпты оқу және практика жүзінде тәжірибе жасап көріңіздер. Құрметті оқушылар, кері байланысты әртүрлі осында берілген смайликтермен білдіріп шығыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.